Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет желініп кететін салат жасайтын боламыз. Бір жерде құстың ұясы деп аталынады, бір жерлерде басқаша атаулары көп екен. Сіздер өз қалауларыңызша ат қойбасаңыздар болады. Ең алдымен бізге керегі картопымызды тазалап, жуып аламыз да осылай жіңішке етіп үккіштен өткізіп аламыз. Бізге фри жасау керек ең алдымен. Арнайы шұңғылы ыдысқа салып, үстінен бір ас қасық тұзымызды салып, суда бір 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Бізге картопымыздың крахмалы шығып кетуі керек. Осылай 10 минуттай қалдырсаңыздар, суларыңыз қарайып, өзі крахмалы шығатын болады. Одан кейін судан алып, осылай арнайы қағаздарға болсын, сүлгіге болсын кептіріп алатын боламыз. Міне тез кепсін десеңіздер, қағаздан сүлгіге осылай ауыстырып отырғандарыңыз дұрыс болады. Осы кезде майларыңызды қыздырып қоясыздар да, арнайы сұйық майларыңызды, одан кейін осылай шетінен алып пісіре бересіздер. Егер майларыңыз қатты қызып кететін болса, күйіп кететін болады. Сондықтан майларыңызды қатты қыздырмай, осылай тез-тез пісіріп алсаңыздар болады. Одан кейін бізге керегі піскен тауықтың еті, қиярымыз, жұмыртқамыз және кукурузымыз керек болады. Тауықтың етін осылай турамайсыздар, қолдарыңызбен тал-талғып осылай бөліп аласыздар, тарап аласыздар. Сол кезде жақсы болатын болады салаттарыңыз. Одан кейін қиярларыңызды да ұзынша етіп осылай турап саласыздар. Кукуруздарыңызды жұмыртқаның сарысын емес, ағын ғана осылай турап салатын боласыздар. Мен тек бір порцияға ғана жасап жатқаннан кейін жұмыртқаны аз қостым. Сіздер егер 2-3 порция жасайтын болсаңыздар, жұмыртқаларыңызды көбейтсеңіздер болады. Дәміне қарай тұздарыңызды саласыздар. Одан кейін дәміне қарай майонезді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Майонезді де қалауларыңызша салсаңыздар болады. Міне осындай салат шықты. Бізде араластырып алғаннан кейін тауықтарыңыздың еті осылай тал-тал болып жүретін болады. Енді осыны арнайы ыдысымызға салып, дастарханға ұсынатын ыдысымызға салып аламыз да, үстін қазір әдемілейтін боламыз фриімізбен. Өте дәмді болып шығады және оңай. Тек тауықтарыңызды асып қойсаңыздар болды. Осылай фриларыңызды үстіне сеуіп шығасыздар әдемілеп. Мінекей құстың ұясы сияқты болғаннан кейін осылай атаған шығар деп ойлаймын. Мінекей енді жұмыртқамыздың сарысын да осылай әдемілеп қоятын боламыз. Салатымыз осымен дайын. Көп рахмет.